маған не ұнамады, минустарын айтам. Мынау апорттың қасындағы больница, детский инфекционный больница, по-моему, аты. Сол жерде ұнамаған нәрсе ең бірінші очередь бұл барлық кішкентай бала шағаның барлығы ата-анасымен жататыны белгілі. Бірақ не үшін екенін білмеймін, бірақ адамға арналған кровать береді екен. Оған сен балаңмен сыю керексің. Енді мен бойым өзі кішкентай да емес, бойым 1,85, поэтому баламен сыю, по идее жату өте қиын болды. Бір кроватьқа 3 күн бойы жаттық, әрең шыдадық, бір-бірімізбен жатқан кездер болды. О жақ енді үлкен минус. Неге оны қарастырылмаған, мен о жағын түсінбедім енді. Сәл 1,5, болмаса 1-2 кроваттан қойғанда балаңмен спокойно жатып демалғанға ше. Сол жері қиын өте. Одан екінші мәселе, мына жақта сет ұстау өте қиын екен. Сет ұстамайды, баланы іші пысады, не оны коридорға да далаға да шығармайды екен, оказывается. Ең алдымен плюстарынан бастайық. Маған больницаның ұнаған жерлерін айтайын. Ол мынау білікті мамандардың уақытылы дер кезінде дәрілерді қолдануы, соның арқасында амир жазылды. Құдайға шүкір, енді бірінші Алланың, одан кейін әргерлердің арқасында. Одан кейін врачтар күніге обход жасап, жағдайын сұрап, түнде бір нәрсе болса сразу айтыңыз, қараймыз деп, сол жағынан өте жақсы. Дәрілерді жақсы подобрать етті, жақсы салды уколдарын. Енді кішкене сәл ұнамаған жері, баланың тамырын табумен кішкене қиынатты, сол жерлері сәл ұнамады, бірақ в целом нормальный. Енді минустарына келетін болсақ, енді біздің бала әбден далаға шығып үйреніп қалған, поэтому жаман іші пысты, оған мультиқос бере салайын десем сет ұстамайды. Кішкене балаға сол жағынан қиын болады екен сет ұстамағаны. Одан кейін мынау каша мәселесі, күніне 3-4 мезгілі каша береді екен. Ол енді балаларға берем бе білмеймін, бірақ біздің бала жемей қойды о жағын. Бірақ сол каша бере беретіні сәл ұнамады. А так в целом нормальный. Негізі палаталардың ішінде кондер бар екен, бірақ енді оны қолданбадық, өйткені ондай қатыстық болмады. Сондай болды жалпы. А так, егер больницаға жататын болсаңыздар, сәл қиын болады екен сондай жақтар. Мен вообще негізі өмірімде больницаға жатып көрмеген. Вообще біз Амирде жатып көрмеген, шок болдық қой. Жаным. Менің гепардым менің. Машинам сағынып кеттім да тоғы шу уже. 3 күн бойы орнында қозғалмай тұрды. Құсай. Күтердік. Ойбай. Аллаға шүкір, больницадан шықтық. Больницаның плюстары мен минустарын келесі төрсті айтып беремін. Қандай нәрселер ұнаған жоқ маған, қандай нәрселер ұнады.